Баршаңызға сәлем, сіздермен Фариза асханасы. Бүгін сіздермен осы қызыл түсін жоғалтпайтын борщ сорпасын дайындайтын боламыз. Ең алдымен менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, осы видеоның астында подписаться деген кнопканы басып, каналға тіркеліп алыңыз. Ең алдымен салқын су құйылған қазанымызға кез келген ет немесе сүйекті салып қайнатуға қоямыз. Қайнап шыққан соң жақсылап көбігінен тазартып аламыз. Сонан соң сорпамызға қажетті заттардың барлығын видеода көрсетілгендей етіп ұсақтап турап аламыз. Барлығын ұсақ етіп турап алдық, енді сәбізді үткіштен өткіземіз. Сонан соң қызылшаны да үткіштен өткіземіз. Енді сорпаға қосатын қоспамызды дайындаймыз. Қызып тұрған майға пиязымызды салып, сарғайғанша қуырамыз. Пиязымыз сарғайып қуырылғаннан кейін үстіне бір қасық томат салып, жақсылап тағы да қуырамыз 2-3 минуттай. Сонан соң үткіштен өткізіп алған сәбізімізді салып, жақсылап араластырып, тағы 2-3 минуттай қуырамыз. Кейін үстіне ұсақтап туралған сарымсақты саламыз. Дәміне қарай тұз бұрышымызды саламыз. Барлығын жақсылап араластырып, тағы 2-3 минуттай қуырып, сонан соң кішкене су құямыз. Сонан соң үткіштен өткізілген қызылшамызды саламыз. Менде морозильникте тұрған қызылшада араласқан. Жақсылап араластырып, үстіне дәміне қарай қант саламыз. Және осы қызыл түсті жоғалтпау үшін кішкене қасықпен кішкене ғана сірке суын қосамыз. Жақсылап араластырып, бетін жауып, 10-15 минут жай отта бұқтырамыз. Осы аралықта біздің сорпадағы етіміз де пісіп дайын тұр. Сүйектерімізді бөлек алып аламыз. Картошкасын қоспасын дайындар алдында салып қойған болатынмын, видеоға түспей қалыпты, өкінішке орай. Сонан соң үстіне турап дайындап қойған капустамызды салып, жай отта қайнатып пісіреміз. Шамамен 20-30 минуттай қайнады. Сонан соң сүйектегі еттерді ұсақтап турап саламыз. Кейін қуырып дайындап қойған қоспамызды салып, жақсылап араластырамыз. Бізде сорпаға салатын заттардың барлығы пісіп дайын тұр, сондықтан да сорпаны көп қайнатпаймыз. Қоспаны салғаннан кейін жақсылап бір араластырып, бір қайнатып аламыз. Сонан соң үстіне дәміне қарай өз қалауларыңыз бойынша укроп қосасыздар. Одан көп қайнатпаймыз. Егер көп қайнататын болсаңыздар, қызыл түсін жоғалтып жібересіздер. Қалауларыңыз бойынша укропты салып, жақсылап бір араластырып, астындағы отты өшіресіздер. Осымен біздің борщ сорпамыз дайын. Адам ағзасына өте пайдалы сорпалардың бірі, сондықтан да жиі жасап ішуге кеңес беремін. Дәл осы рецептпен жасасаңыздар, дәл осылай шығуына 100% сенімдімін. Сіздермен болған Фариза, келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.